30-шы қара сөз. Қырқын мінсе қыр, артылмайтұғын осы бір қырт мақтан деген бір мақтан бар. Сол неге керек, неге жарайды? Ол ар естілді білмейді, намысты білмейді. Кең толғау үлкен ой жоқ, не балуандығы жоқ, не батырлығы жоқ, не адамдығы жоқ, не ақылдылығына арлығы жоқ. Мойнын бұрып қойып, ой, Тәңір-ай, қойшы әрі. Кімнен кім артық дейсің, кімнің басы кімнің қанжығасында жүр. Ол менің қазаныма ас салып беріп жүр ме? Мен оның тұсауын сауып отырмын ба? Деп бұлғақтап немесе аяғаным жаным ба? Ой, енесін ұрайын, өліп кетпейме неге керек? Азар болса атылып, я осы үшін айдалып кетсем де көнгенім ақ, әйтеуір бір өлім бар ма? Деп қалшылайды тұғын кісі көп қой. Өздерінің көріп жүрсіңдер, осы айтқан сөз бойына лайық қазақ көрдіңдер ме? Өлімге шыдайтұғын қазақ көргенім жоқ, өлімге шыдамаймын дегенде қазақ көргенім жоқ. Кеңірдегін ғана көрсетеді ол, қиылып қана қалайын деп. Егер осы сөз бойына лайық кісі көрінсе, ақылы жоқ болса да, қайратыменен ақ кісі айдындыратұғын адам болғаны ғой. Егер шын айғайды көргенде кірер жерін таба алмайтұғын дарақы жұртты осы сөзімен айдындырамын. Мына кәпірден кісі шошитұғын екен, дегізіп айдындырайын деп айтып отырған құр домбытпаса болып босқа қоқиып отырса, соны не дейміз? Ай Құдай, жанға мырзалық қылатұғын ердің жадағайдық, сертке тұрғыштығын малға мырзалығы дүниені бір тиын есеп көрмейтұғын жұмарттығы әртүрлі белгісі бойынша тұрмаспайды. Ұялмас бетке талмас шақ береді деп көп былжыраған арсыз ұятсыздың бірі дағы.